Selam dostlar, kıymaktan жасалған торт рецептін ұсынамын. Жасап көріңіздер, өте дәмді. Ал достар, біздің тортымызға керек заттар: 1-2 стакан ұн, 1 шай қасық ас содасы, жарты ас қасық қант, тұз және 4 ас қасық какао, 4 ас қасық өсімдік майы, 2 шай қасық ванилин, 1,5 стакан сүт, 1 стакан қаймақ, 90 грамм шоколад. Қаймақ тортын дайындау әдісі: ең алдымен ұн, сода, какао, қант, тұзды араластырамыз. Бұған өсімдік майын, ванилин мен сүтті қосамыз. Табаны қыздырып, кішкене майлап, дайын қамырымыздан табанның ортасына құйып, бетіне көпіршіктер шыққан соң екінші бетін орнатамыз. Қаймақтарымыз дайын болған соң суытып, қаймақ пен қантты жақсылап араластырып, қаймағымызға жайғамыз. Және беткі жағына еріген шоколадтарды құйып, қолда бар жемістермен сәнді дастарханға қоямыз. Ал достар, біздің қаймақты тортымыз дайын. Өте дәмді, астарыңыз дәмді болсын.